Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өзбек ұлтының ұлттық тағамы нарын тамағын жасайтын боламыз. Ең алдымен қажетінше етті алып, 2 сағат жақсылап суда қайнатып, пісіріп алатын боламыз. Ал етіміз пісіп дайын болғанша біз қамырын жасаймыз. Ол үшін бос ыдысымызға 200 грамм суды, оның үстінен 1 шай қасық тұз және 1 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз және қажетінше ұнды салып, қаттылау қамыр жасайтын боламыз. Дайын болған қамырды 2 бөлікке бөліп, әдемі күлше жасаймыз және дайын қамырды 15-20 минутқа тындырамыз. Қамырдың бір бөлігін алып, дәл осы видеодағыдай жая бастаймыз. Қамырымыз тым жұқа болмауы керек, қалыңдау етіп жаямыз. Қамырды жаюдан алдын дайын болып қалған етімізді сүзіп, шетке алып алдым. Және қамырдың 2 бөлігін де осылай жайып шықтық. Қамырымызды жайып дайындап алғанша еттің сорпасы да қайнап тұруы қажет. Ал енді дайын болған қамырларды дәл осы видеодағындай кесіп аламыз. Осылайша кесіп, қамырды 4 бөлікке бөліп қойдым. Ал енді сорпаның үстінен аз-аздан қамырды салып пісіріп аламыз. Дәл осылай көп салмау қажет. Қамырды салғаннан соң шамамен 1-2 минутта піседі. Үстінен салқын суды құйып, қамырды сүзіп аламыз. Және қамырдың әрбір бөлігін осылай дәл осы видеодағындай пісіріп аламыз. Қамырды суытып алу қажет. Ыдысқа сүзіп алған қамырдың үстінен майлы сорпаның аздап тұздығын қосуға болады. Және бос ыдысымызға суытып алған қамырды дәл осылай жайып шығамыз. Сүзіп алған қамырымыздың әрбір бөлігін осылай суытып, және дәл осылай бір-бірінің үстінен ыдысымызға кептіріп аламыз. Суытып алған қамырымыздың әрбір бөлігін жеке алып, дәл осы видеодағындай күнбағыс майын арасынан жағамыз және екінші қамырды осылай біріктіріп, оның үстінен тағы да пісте майды жағып, видеодағындай орап шығамыз. Міне, дәл осылай етіп турап шықтық. Ал енді сорпада піскен 1 дана сәбізімізбен етті турайтын боламыз. Сәбізді дәл осылай видеодағындай майдалап турау қажет. Осылайша сәбіздің барлығын турап болдық. Ал енді етті де дәл осылай ұсақтап турайтын боламыз. Және еттің барлығында осылай ұсақтап турап алдық. Ал енді дайын болған ет пен сәбізді туралған қамырдың үстінен салып, қолымызбен жақсылап бір келкі болғанша араластырып шығамыз. Міне осылайша нарын асымыз да дайын болды. Ал енді бос ыдысымызға асымызды салып, бетінен қазымызды қойып, ұсына берсек болады. Видео ұнаған болса, төменге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар және Гүлнұр Ақберді каналына тіркеліп өтіңіздер.